Гүлбала ханым, мен газдалған сусын мен олардың бізге зияны, энергетиктердің әсіресе зияны туралы әңгіме қозғаймыз. Біз қазір қолымыздағы аппаратты көрдім. Біз білгендіктен шамалы эксперимент жасағымыз келіп отыр. Мен әңгімеміз бастамас бұрын шамалы энергетикті шейін. Бірінші өлшеп алайын. Өлшеп алайын. Мен қасыңызға отырайын ба? Біз қазір алмастың қысымын өлшеп, энергетикке дейінгі қысымын өлшеп аламыз. Сосын энергетик ішіп болғаннан кейін 5 минуттан кейін 5 минут жете ме? Негізгі нормасы жарты сағат. Жақсы эффект беру үшін, бірақ дәл қазір уақыттың тығыздығынан бір 5 минуттың өзінде нәтиже шығаруға тырысамыз. Оның ұрттамдарына байланысты болмай ма? Мәселен, мен 4-5 ұрттамды... Негізі энергетиктердің өлшемі 300 грамм. Осы 300 граммның өзінде... Бірақ әртүрлі болады ғой, 500-700... Көбінесе ыңғайлы болу үшін біздің студенттер, оқушылар осындай 300 граммдығын ыңғайлы деп өзімен бірге алып кетеді. Мінеки, қазір сіздің пульсіңіз 93, және де қан қысымы 148-81. Ол жақсы ма? 148-81 ол сізгі жоғары. Яғни дәл қазір сіздің қан қысымыңыз жоғары. Менен сіз келгеннен кейін уайымдап қобалжып отырмын ғой. Уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады. Укол салмайсыз ба? Қысымы жоғарыларға энергетик ішуге қаншалықты болады? Мүлдем болмайды. Қан қысымы, жүрек ауруы, қан қысымы бар адамдарға, немесе қан диабетімен ауыратын адамдарға энергетик ішуге негізі мүлдем болмайды. Бірақ бүгін алмасқа ішкіземіз, бір эксперимент ішінде. Алмасты аямайды ешкім. Неге? Мынау энергетик, бұл газдалған сусындар. Қанша көлемде ішу керек? Қанша ұрттам жасайын? Енді қазір шамаңыз келгенше... Тап жөресіз ба маған бәрі? Шамаңыз келгенше ішіңіз әрине. Гүлбала ханым, енді сұрағым келіп тұр, осы энергетиктердің нақты қай ағзаға зиян екенін білгіміз келді. Біз білеміз ол зиян екен, бірақ нақты қай ағзаға ол зиянын келтіреді? Ең бірінші біздің жүрегімізге тәсір етеді. Бірінші жүрек. Энергетика, өйткені энергетиктің да газдалған сусындар, екеуінің айырмашылығы энергетикта кофеин. 3 есе жоғары болады. Яғни басқа қарапайым бір шыны сіз кофе ішетін болсаңыз, оның құрамындағы кофеин, мысалы 25 грамм болатын болса, сіз мына бір энергетикті, яғни 300 миллиграммның құрамында 75 миллиграмм жаңағы кофеин бар. Яғни сіз соншалықты дәрежеде біз жаңағы ұйқыдан оянуымыз мүмкін да, бірақ одан соң міндет түрде біз демалуымыз қажет. Яғни бір 4-5 сағатқа ол тәсір етеді. Сіздің ағзаңызға 4-5 сағаттан соң сіз міндет түрде демалуыңыз керек. Егер демалмайтын болсаңыз, сіздің қан қысымыңыз жоғарылап, әрі қарай жұмыс жасау, мидың жұмыс жасау тоқтайды. Өзіңізді жаман сезінетін боласыз. Яғни бауырыңызбен проблема болуы мүмкін, немесе бүйрекпен проблема болуы мүмкін. Және де мына біздің қан қысымы, яғни қан тамыр ауруларына шалдығуымыз да мүмкін. Одан бөлек, бұның құрамында қант көп, яғни білесіздер, бір 300 миллилитрдің құрамында 13 қасық қант болады. 300 грамм көрсететін болсам, 13 қасық санайық бірге, 2. Біз бір шайдың өзіне 2 қасық қант салған кезде қатты тәтті жоғары, яғни қарапайым біз шайға қосатын болсақ, соның бір 500 есе жоғары екен. 8, 9, 10... Яғни мен толтырмай салып отырғаның өзінде де мұна ыдыс толып қалмақшы да? Дәл қазір қараңыздар, мінеке, 13 ба? Міне, осынша қант бір 300 граммның. Ал сіз газдалған сусын болсын, немесе энергетик болсын, ішкен кезде сіз тек қана бір шынымен тоқталмайсыз ғой. Сіз кемінде 1 литр ішуіңіз мүмкін. Енді 5 минут өтті ғой, біз жаңағы алғашқы мен ішкеннен кейін, енді көрейікші. Алмастың қан қысымын өлшеп көрейік. Жүрегім тарсылдап шығып кетейін деп тұрса аузымнан. Жаңа ғана сіз айттыңыз, бізде энергетиктерде 13 қасық қант қосылады дедіңіз. Ал басқа газдалған сусындарда 11 қасық. 2 қасық. Айырмашылығы бұның жаңағы яғни энергетикта кофеин болады. Сол себепті сіздің ұйқыңыз келмейді, өзіңізді сергек сезінетін боласыз. Ал газдалған сусында ол тек қана әртүрлі жаңағы таңбасы бар дәм беруші, түс беруші заттар болады, және де қант болады құрамында, су болады, және газ болады. Сол айырмашылығы. Мен сұрағым келіп тұрған тағы да қант
қосылғаны түсінікті, тәттілеуіштер қосылады, неше түрлі дәмдеуіштер. Дәмдеуіштер. Оның үстіне газда зиян ғой негізі. Газда біздің ағзаға зиян, әрине. Көбінесе іштің қату деп айтып жатамыз, иә. Одан бөлек асқазан ішек жұмыстары адам өзінің тоқ қып сезініп тұруы мүмкін да, бірақ оның барлығы өте аз мерзімге. Бір жарты сағаттан соң сіздің қарныңыз қайтадан ашады, сіз қайтадан шөлдейсіз, және де қайта сіз осындай тәтті сусындар іше берген соң қант диабеті көтеріліп кетіп жатады. Бұл жерде 150 да 87. Пульсыңыз 96. Яғни жаңа 91 еді, енді 96. Одан 5 минуттың ішінде осындай әсер беріп жатыр. 5 есеге көтерілді да.